Ұлытау облысы Жезқазған қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің орталықтандырылған кітапханалар жүйесі Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана филиалы сіздердің назарларыңызға «Бір ел, бір кітап» акциясы бойынша биылғы жылы таңдалынып алынған ұлтымыздың ұлы ұстазы, қазақ ағартушысы, мемлекеттік қайраткер, саяси публицист, реформатор, Алаш партиясының мүшесі Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл толады. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліпбиінің алғашқы авторы. Ол тіл құрал, оқу құрал, тіл жұмсар, баяншы іспетті еңбектер мен түрлі хрестоматияларды жазған. Байтұрсынұлы шығармашылық жұмысын өлең жазудан бастаған. Оның өлеңдері қазақ халқының мүддесі мен үмітінен сыр шертіп, білім мен мәдениетті насихаттады. Онда ол еңбекші халықтың ауыр хәлін, арман тілегін, мұң-мұқтажын көрсетіп, жұртшылықты оқуға, білім ғылымға, рухани биіктікке, адамгершілікке, мәдениетті көтеруге, еңбек етуге шақырды. Ақынның алғашқы өлеңдері 40 мысал атты аударма жинағында 1909 жылы Санкт-Петербургте жарық көрді. Бұл кітабы арқылы қалың ұйқыда жатқан қараңғы елге жар салып, олардың ой-санасын оятуға бар жігер қайратын, білімін жұмсайды. Байтұрсынұлының екінші кітабы «Маса». Бұл кітапқа енген өлеңдерінде ақын қараңғылық, надандық, шаруаға енжарлық, кәсіпке марғаулық сияқты кемшіліктерді сынады. 2022 жылы «Бір ел, бір кітап» 2022 республикалық акциясы аясында оқуға ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының шығармаларын оқуға шақырамыз.